Баршаңызға сәлем. Бүгін 5-4 сабақтың есептерін орындаймыз. Сабақтың тақырыбы жиындарға есептер. 1069 есеп. Сынып оқушыларының жиыны Л. Сыныптағы жеңіл атлетика үйірмесіне қатысатын оқушылар жиыны К. К және Л жиындарының арақатынастарын Элервен дөңгелектері арқылы кескіндеңдер. Демек, сынып оқушыларының жиыны Л еді. Осы оқушылардың ішінде жеңіл атлетика үйірмесіне қатысатын оқушылар жиыны К. Демек, ол ішінде орналасқан болады. Осылайша біз Эйлер-Вен дөңгелегі арқылы кескіндедік. Эйлер-Вен дөңгелектерін пайдаланып шығарыңдар деген бұл жерде 1070-ші, 1072-ші есептерді көрсетіп тұр. 1070-ші есеп. Сыныпта 17 ұл бала бар. Олардың 14-і бос уақытында футбол ойнағанды ұнатады. 9-і шахмат ойнағанды ұнатады. Бұл ойындарға сыныптағы барлық ұл балалар қатысады. Сыныптағы неше ұл бала бос уақытында футбол ойнағанды да, шахмат ойнағанды да ұнатады. Дәптерге Эйлер-Вен дөңгелегін сызып аламыз. Футбол ойнайтындардың саны 14 азайту x болады. Өйткені екеуінде ойнайтындардың саны қанша екенін білмейміз, оны x пен белгілейміз. Осыны азайтып тастасақ, тек футбол ойнайтындардың саны келіп шығады. Ал шахмат ойнайтындардың санында жалпы 9 еді, бірақ екеуінде ойнайтындардың саны қанша екенін табу үшін 9-дан x азайтамыз. Жазып қоямыз, 17 ұл, 14 футбол ойнайды, 9 шахмат ойнайды деп. Түземіз. Енді жаңағы бірінші 14 азайту x болады. Бұл тек футбол ойнайтындардың саны. Ал мына x-іміз екеуінде шахматта, футболда ойнайтындардың саны. 9 азайту x-іміз тек шахмат ойнайтындар саны. Барлығын қосқанда 17 шығу керек. X-ті табу үшін бос мүшелерді қосып аламыз. 14-ке 9 қоссақ 23 болады. Ал 23-тен 17-ні азайтсақ 6 болады. Демек, x-іміз 6-ға тең екен. Енді 14-тен 6-ны азайтамыз, 8 болады. Демек, футбол ойнайтындары 8. 9-дан 6-ны азайтамыз, 3 қалады. Бұл шахмат ойнайтындардың саны. Демек, жауабы 6 ұл бала футболда, шахматта ойнағанды ұнатады. 1071-ші есеп. Бір аптада дүкеннен 19 адам теледидар сатып алды. 13 адам мұздатқыш сатып алды. Олардың 8-і мұздатқыш та, теледидар да сатып алды. Неше адам теледидар ғана сатып алды? Неше адам мұздатқыш ғана сатып алды? Эйлер-Вен дөңгелегін сызып аламыз. Бұл жерде де бірінші теледидар сатып алғандардың саны 19 адам сатып алды деген. Теледидарды 13 адам мұздатқыш сатып алған. Енді олардың 8-і мұздатқышта, теледидарда сатып алды дейді. Демек, 8-ді үш жерге жазатын болсақ, 19-дан 8-ді азайтамыз, 11 болады. Тек қана теледидар сатып алғандары 11 екен. Мұздатқыш сатып алғандардың неше екенін табу үшін 13-тен 8 азайтамыз, 5 болады. Демек, жауабы 11 адам теледидар, 5 адам тек мұздатқыш қана сатып алды. 1072-ші есеп. Бір топтағы туристердің 10-і қазақ тілін біледі, 8-і орыс тілін біледі. Олардың 3-еуі қазақ тілін де, орыс тілін де біледі. Топта барлығы неше турист бар? А нұсқа 12 турист, В нұсқа 11 турист, С нұсқа 15 турист, Д нұсқа 17 турист. Эйлер-Вен дөңгелегін сызып аламыз. Туристердің 10-і қазақ тілін біледі деген, 8-і орыс тілін біледі. Екеуінде білетіндер бұл 3 екен. Демек, ортасына 3-ті жазып қоямыз да, тек қазақ тілін білетіндерді табу үшін 10-нан 7-ні азайтамыз. 10-нан 3-ті азайтамыз. 7 болады. Бұл тек қазақ тілін білетіндер. Ал 8-ден 3-ті азайтып, тек орыс тілін білетіндерді тауып аламыз. Енді екеуінің қиылысуын табатын болсақ, міне 7-ге 3-ті қоссақ 10, оған 5-ті қоссақ 15 болады. Демек, барлығы неше турист бар екенін білу үшін осыны есептеп таптық. Бұл 15 дегеніміз С нұсқа болып тұр. Демек, жауабы топта барлығы 15 турист бар. 1073-ші есеп. Объектіні өз қалауларыңмен таңдап алып, 5-19-ші сурет бойынша есеп құрастырыңдар, сұрақтарға жауап беріңдер. Демек, міне НП деген бұл 12 деп тұр, НТ-мыз 7 деп тұр. Мына жерде 9 екен. Демек, біз осы бойынша есеп құрастыруымыз керек. Бір аптада дүкеннен 12 адам теледидар сатып алды. 7 адам мұздатқыш сатып алды. Олардың ішінде неше адам теледидар да, мұздатқыш та сатып алды? 9 адам теледидар ғана сатып алды. Барлығы неше техника сатылды?
Дәптерге Эйлер Вен дөңгелегин сызып аламыз. Сүрөттө берилген. Бул жерде теледидар сатып алгандар саны 12, ал 7 адам муздаткыч сатып алды. Ал экөөүн де сатып алгандар 12ден 9ду азайтамыз, сонда 3 болот. Мына жерге 3 жазып коебуз. Яғни теледидарда, муздаткычта саткан адамдардын саны, сатып алган адамдардын саны 3. Ал енді тек муздаткыч сатып алгандардын санын табуу үчүн 7ден 3тү азайтамыз, бул 4 болот. Енді барлығы неше техника сатылганын табуу үчүн улардын биригүүнү табамыз. 9га 3тү коссак 12, оған 4тү коссак 16. Демек, жообу 3 адам муздаткыч да, теледидар да сатып алды. Барлығы 16 техника сатылды. 1074 эсеп. Сыныптагы 15 окушу көркөмөнөрпаздар үйүрмесине катышады. Олардын ичинде 9 окушу домбура тартады. 10 окушу өлең айтады. Неше окушу домбура да тартады, өлеңди айтады. Осуну Эйлер Вен дөңгөлектери аркылуу кескиндеңдер. Демек, сыныптагы барлык окушу саны 15 окушу, домбура тартатындары 9, өлең айтатындары 10 экен. Ал енді экөөүндө істейтін, яғни домбырада тартатын, өлеңді айтатын оқушылар санын табуымыз керек. Оны біз белгісіз x деп аламыз. Ал домбыра тартатындардың санын 9 азайту x дейміз. Тек өлең айтатындардың санын азайту x дейміз, олардың бірігуін табамыз. Яғни 9 азайту x қосу 10 азайту x тең деп жазып алып, 15 дейміз. Бірігуі 15 екен. Демек, барлық 15 оқушы болса, x-ті табу үшін 19-дан 15-ті азайтамыз. Яғни, мына 9-ға 10-ды қоссақ 19 болады, одан 15-ті азайтсақ 4 қалады. X-іміз 4-ке тең екен. Яғни, әрі домбыра, әрі өлең айтатындар саны 4 екен, 4 оқушы екен. Енді тек домбыра тартатындарды табу үшін 9-дан 4-ті азайтамыз. Яғни, мына X-тің орнына 4-ті қоямыз, сонда 5 болады. Домбыраны тек 5 оқушы тартады. Енді тек өлең айтатындарды табу үшін оннан 4-ті азайтамыз, бұл 6 болады. Демек, жауабы 4 оқушы домбыра да тартады екен, өлеңді айтады екен. 1075 есеп. Сыныпта 32 оқушы бар. Олардың ішінде 17 оқушы маркалар жинаса, 12 оқушы төсбелгілер жинайды. Сыныптағы 8 оқушы коллекция жинаумен айналыспайды. Сынып оқушыларының нешеуі маркаларды да, төсбелгілерді де жинайды. Дәптерге жазып аламыз. Барлығы 32 оқушы, олардың бірігуі 32-ден 8 азайтамыз, 24 болады. Ал енді қиылысуын табатын болсақ, яғни маркалар жинайтын мен төсбелгілер жинайтындардың қиылысуын табатын болсақ, ол үшін біз маркалар жинайтын мен төсбелгі жинайтындарды қосып, олардың бірігуін азайтамыз. Сонда марка жинайтындары 17-сі, төсбелгіні 12 оқушы жинайды, 29 болды. 24, яғни екеуінің бірігуі 24 оқушы еді ғой. Енді 17-ге 12-ні қоссақ 29 болады. 29-дан 24-ті азайтатын болсақ 5 қалады. Мына жерге жазып қойдық. Демек, жауабы сынып оқушыларының 5-еуі маркаларды да, төсбелгілерді де жинайды. 1076 есеп. Нысандарды өз қалауларыңмен таңдап алып, 5-20 сурет бойынша есеп құрастырыңдар. Суреттегі сұрақтарға жауап беріңдер. Демек, бұл жерде біріншісі 11 екен, ал мына екінші Эйлер Вен дөңгелегі бойынша сызған 15 екен. Енді бірақ екеуінмен де пайдаланатындар 5 екен. Біз бұл жерде С және Д жиынының бірігуін табуымыз керек. Мынада есеп құрастырдық. Сыныптағы оқушылардың 11-і спортқа, 15-і музыкаға қызығады. Олардың 5-еуі спортқа да, музыкаға да қызығады. Неше оқушы тек спортқа қызығады, неше оқушы тек музыкаға қызығады. Сыныпта барлығы неше оқушы бар. Демек, Эйлер Вен дөңгелегінен пайдаландық. Спортқа қызығатындардың санын жалпы 11 дедік, ал музыкаға 15 қызығады деп жаздық. Енді тек спортқа қызығатындарды табу үшін 11-ден 5-ті азайтамыз, бұл 6 болады. Ал 15-тен 5-ті азайтып, тек музыкаға қызығатындарды тауып аламыз. Бұл жерде екеуіне де қызығатындар оқушылардың саны 5. Енді бұлардың бірігуін табатын болсақ, 6-ға 5-ті қосамыз, және оған 10-ды қосамыз. Бұл 21 болады.
Демек жообы 6 окуушу тек спортко, 10 окуушу тек музыкага кызыгады. Сыныпта барлыгы 21 окуушу бар. 1077 эсеп. Себетте алма, алмурт және шабдалы бар. Осы жемістердің әрбір екеуінің ғана массаларының қосындысы 450 грамм, 350 грамм және 400 грамм. Себеттегі жемістердің әрқайсының массасы неше грамм? Берілген жазып аламыз. Алманы А мен, алмуртты Б мен, шабдалыны С мен белгілейік. Ендеше бірінші. Алма менен алмурттың қосындысы 450 грамм, екеуінің массасы. Ал алмурт менен шабдалының массасы 350 грамм, алма менен шабдалының массасы 400 грамм екен. Енді осылардың бәрін қосып шығамыз, яғни мына жерден қосатын болсақ, міне алар екеу, бұлар екеу және сылар екеу болып тұр. 2А қосу 2Б қосу 2С, мынаны қосамыз 450 қосу 350 қосу 400 деп. Бұл жерден 450-ге 350-ді қосып және 400-ді қосып 1200 тауып аламыз. 2А қосу 2Б қосу 2С-мыз 1200-ге тең. Енді мына коэффициент 2-ні жақшаның сыртына шығарып жерсек, А қосу Б қосу С болады да 1200-ді 2-ге бөлеміз. Ал 1200-ді 2-ге бөлсек 600 грамм болады. Бұл барлық массасы. Алмурт, алма және шабдалының. Үшеуінің массасы белгілі болды. Енді алманың массасын табамыз. Ол үшін барлық массадан 400-ді азайтамыз. Яғни мына жерден А-ны табатын болсақ, А тең болады 400 азайту С болады. Енді азайтатын болсақ, 600-ден 400 азайтамыз, 200 грамм қалады. Ал шабдалын табу үшін 600-ден 450-ді азайтамыз, бұл 150 болады. Алмуртты табу үшін 600-ден 350-ді азайтамыз, бұл 250 грамм болады. Демек жауабы алма 200 грамм, шабдалы 150 грамм, алмурт 250 грамм. 1078 есеп. Оқыңдар. Бірінші 572 саны натурал сандар жиынына тиісті. Екінші 0,14 саны натурал сандар жиынына тиісті емес. Үшінші 0 саны натурал сандар жиынына тиісті емес. Төртінші Е жиыны F жиынының ішкі жиыны. Бесінші D жиыны F жиынының ішкі жиыны емес. Алтыншы S және T жиындарының бірігуі. Жетінші K және L жиындарының қиылысуы. Сегізінші А және В жиындарының қиылысуы бос жиын. 1079 есеп. 5-21 суретте АВСД квадраты кескінделген. Бірінші АВД үшбұрышы мен ВСД үшбұрышының қиылысуы қандай фигура? Екінші АВД үшбұрышы мен ВСД үшбұрышының бірігуі қандай фигура? Енді қиылысқанда мына жерде кесінді пайда болды, яғни БД кесіндісі. Ал екі үшбұрыштың бірігуінен мына жерде квадрат пайда болды, яғни шаршы пайда болды. Дәптерге жазып қойдым. АВД және ВСД үшбұрыштарының қиылысуы ВД кесінді деп. Ал АВД және ВСД үшбұрыштарының бірігуі АВСД шаршы. 1080 есеп. А және В жиындары арақатынастарын ейлермен, дөңгелектерімен кескіндеңдер. Демек, дәптерге жазып қоямыз. А жиыны және В жиынының элементтерін жаздық. Бұлардың қиылысуы міне дөңгелек және боялған дөңгелек болып тұр. 1081 есеп. А жиынының ішкі жиын элементтерімен жазыңдар. Бұл жерде А жиынының элементтері М, Н, С. Дәптерге А жиынының ішкі жиындарын жаздық. Бұл жерде элементтері М, Н, С еді. Ішкі жиыны бос жиын бірінші. Одан кейін М, одан кейін Н, С. Бұларды жеке жазып алдық. Кейін М, Н, М, С, Н, С және М, Н, С. 1082 есеп. А. 52274 санындағы цифрлар жиыны. Б. 23571 санындағы цифрлар жиыны. Бірінші А және В жиындарының қиылысуын элементтерімен жазыңдар. Екінші А және Б жиындарының бірігуін элементтерімен жазыңдар. Демек, А жиынының 52274 санындағы цифрлар жиыны екен. Демек, бұл жерде 2 рет жазылғандықтан оны 1 рет жазамыз.
4, 2, 4, 5 және 7. Ал Б жиынында 23.571 екен. Бұның барлығын жазамыз, өйткені олар қайталанбайды. 1, 2, 3, 5, 7. Енді А және Б жиындарының қиылысуын жазамыз. Қиылысуында бұл жерде екеуіне де тиісті сандарды жазамыз. Міне 2 бар және 5 бар, 7 бар. Демек қиылысуы 2, 5, 7 екен элементтер. Ал бірігуінің элементтері 1, 2, 3, 4, 5 және 7. 1083 есеп. Қалаға 12 турист келді. Одан 8 турист архитектуралық орындарға, 7 турист мемориалдық орындарға барды. Неше турист архитектуралық орындарға да, мемориалдық орындарға да барды. Демек, бұл жерде Эйлер Вен дөңгелегінен пайдаланамыз. Барлығы 12 турист екен, мемориалдық орындарға 7-еуі барған, архитектуралық орындарға 8-і барған. Демек, екеуіне де барған туристердің санын анықтау үшін 8-ден x-ті немесе 7-ден x-ті азайтуымыз керек. Енді бұл жерде бірігуін табамыз. Бірінші 8 азайту x қосу 7 азайту x тең деп барлығы 12 еді. Бұл жерден x-ті табатын болсақ, 15-ден 12-ні азайтамыз. Яғни 8-ге 7-ні қоссақ 15 болады, одан 12-ні азайтсақ 3 болады. Демек, x-іміз 3-ке тең екен. Яғни мемориалдық та архитектуралық та орынға барған туристердің саны 3 екен. Енді архитектуралық орындарға барған табу үшін 8-ден 3-ті азайтамыз, бұл 5 болады. Ал мемориалдық орындарға барған табу үшін 7-ден 3-ті азайтамыз, бұл 4 болады. Демек, жауабы 3 турист архитектуралық та мемориалдық та орындарға барды. 1084 есеп. 5-22 суретте А, Б және С жиындары кескінделген. Бірінші, А, Б және С жиындарының әрқайсының жеке-жеке элементтерімен жазыңдар. Екінші, А және С, А және Б жиындарының ара қатынастарын жазыңдар деген. Демек, бірінші міне А жиыны және мынау Б жиыны, ал С жиыны міне тұр. Осыларды элементтермен теріп жазып шығамыз. А жиыны элементтері И, М, Е, Т, Р, А, Д. Ал Б жиынының элементтері Р, А, Д, И, У, С. С жиынының элементтері Е және Т екен. Енді А және С жиынының және А және Б жиындарының ара қатынастарын жазамыз. Бұл жерде С А жиынының ішкі жиыны болып тұр. Бірінші А және Б жиынының қиылысуын табамыз. Бұлар Р, А, Д. Ал А жиыны Б жиынының ішкі жиыны емес. Енді А және С жиынының қиылысуын табатын болсақ, бұл және Е және Т болады. Ал бірігуін табатын болсақ, И, М, Е, Т, Р, А, Д. Және А жиыны мен Б жиынының бірігуін табатын болсақ, оны осылай жазып қоямыз. Осымен бүгінгі 5-4 сабақтың барлық есептері орындалды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.